Тасқын ауылдан қалаға келгелі жұмыс істеп, қаланың базарына күнде барып жүр. Оқуға түсе алмай, ауылда бір жыл бос жүрген жігіттің Қарағандыға келгеніне 3-4 апта болыпты. Әкесінің туысы боп келетін Сәрсен ағасының үйінде әзірше тұрып жатқан. Сәрсеннің 5 баласы бар. Әйелі баршын жұмыс істемей, осы бала-шағасының қамымен үйде отыр. Отбасында табыс әкелетін тек Сәрсен еді. Сәрсеннің аз-маз табысы балалардың тамағынан аспайды. Әйтеуір біреуден кем, біреуден көш ілгері демесең, жыртық үйдің құдайы бар дегендей өз күндерін өздері көріп келеді. Өсіп келе жатқан ұл қызы да соңғы кездері ұялы телефон керек деп қыңқылдап жүрген болатын. Осының бәрін көріп отырған Тасқын ендігі жерде бұл отбасына салмақ болмайын деп пәтер іздеуге бел буды. Базарға келіп пәтер мен жұмысты қатар іздемекші. Жолы болып, жұмыс та, пәтер де табылып қалар деген дәмесі де бар. Базардағы саудагерлерден жөн сұрасып, пәтер жұмыс жайында айтқан. Шеткі қатарда тұрған 35-тер шамасындағы аққұба ел өзіне жүк қоймасынан керек товарларды тасып тұратын кісі керек екенін айтқанда, Тасқын төбесі көкке бір елі жетпей қалған болатын. Айран сұрай барып шелегіңді жасырма деген, өзінің пәтер іздеп жүргенін жеткізген. Әйелдің есімі Жеңіскүл екен, адамды жатсынбай сөйлейтін ақ көңіл екені көрініп ақ тұр. Тасқын қатты қуанды. Енді жұмыс жасап ел қатарлы күн көреді. Келесі жылы оқуға түсіп кетсем деп армандапты қоятын. Базар аяқталып, ел тарқай бастады. Базардағы саудагерлер де тауарларын контейнерлеріне тасып, мұқият жауып үй-үйлеріне тарқай бастады. Ал Тасқын болса Жеңіскүлге көмектесіп, қолғабыс еткен еді. Жеңіскүлдің үйі базардан 4-5 аялдама әрі орналасқан. Ақ жұмыртқадай, есік тересі сырланған, күтім көрген үй екен. Ауласында еден гүлдері жайнап, көздің жауын алады. Жеңіскүл үйге келе сала шай әзірлеп, картопты да қорып дайын қылды. Негізі еті тірі пысық адамға ұқсайды. Бөлме іші де тап-таза. Көне бұйым жиһаздарды жарастырып жинап қойған. Шай ішіп отырып өз жайынан баян етті. Күйеуі екеуі 20 жылдан бері осы қалада тұратын көрінеді. Нұржан, Жеңіскүлдің сыныптасы, мектепте жүргенде қызға ғашық болып, әскерден келген соң екеуі үйленген. Содан тоқырау заманында күн көрістің қамымен осы қалаға көшіп келген отбасы дала қиыншылықты бастан өткерген. Не мамандығы, не кәсібі жоқ адамның қала маңдайынан сипаушы еді. Басында пәтер жағалап, елдің жұмысын істеп нан тапқан. Жеңіскүл жалғыз қыз еді. Әке-шешесі бір туыс жамағайындарының құдалығына барып келе жатқанда жол апатынан қайтыс болып кеткен. Жалғыз қалған қызды туған туыстары әкесінің жиған малын бөліп алғанша паналатып, содан кейін өз күніңді өзің көр деген болатын. Әкесінен қалған қара шаңыраққа жамағайын туыстары кіріп алып, қыздың қолына бір теңгеде ұстатпап еді сонда. Күйеуі Нұржан аузына ащы суды татып алмайтын, 10 саусағынан өнер тамған жігіт. Қалаға келген соң бос жатып көрмеді. Үйді де салды, сауда да жасады. Тапқан ақшасын әйеліне әкеп беретін. Жаным, өстіп адам болып кетеміз деп Жеңіскүлге дем беріп қоятын. Ағаштан түйін түйетін Нұржан көп ұзамай жиһаз жасайтын цехқа жұмысқа орналасып, бұлардың аузы майланып, ақшадан тарлық көрмеген. Бұйырса өз үйіміз, баспанамыз болады деп өздерін үміттендіріп өмір сүрді. Жиһаз жасау цехы қалаға аты шығып, клиенттер көптеп келе бастады. Цехтың бастығы Саша Ким деген кәріс жігіті Нұржанды мақтап, үнемі басқа жұмысшыларына үлгі қылатын. Мереке күндері ерекше сыйақысын беріп, айлығын да өсіріп қойған болатын. Бәрі осылай жалғаса берер ме еді? Нұржан сол бір бақытсыздыққа ұшырап қалмағанда. Әй, бұл көре алмаушылық, күндестік дегенді қойсаңшы. Сол күні Жеңіскүл қолдан пісірген нанын сата қояйын деп базарға кеткен. Бір кезде күйеуімен бірге жұмыс жасайтын Теміржан телефон соғып, Жеңіскүл, Нұржанды ауруханаға алып кетті. Қолын станок кесіп дегенде мең-зең болып отыра кеткен. Сөйлейін десе үні шықпай, не аяғы жүрмей, келіншек меңіреу адамдай қатып қалған.
Қасындағы саудагер әйелдер мән-жайды білу үшін Теміржанға телефон шалып, оқиғаны біліп, біреуі такси ұстап, орталық ауруханаға әйелді алып келген еді. Нұржанды ота жасауға алып кетіпті. Бастығы Саша кимде сол жерде екен. Қанша қаржы керек болса да беремін. Енді тек Құдайдан отаның сәтті өткен тілектеп, Жеңіскүлге басу айтқан. Ұлты басқа демесең, осы жігіттің адамгершілігі керемет. Қиналғанда қасыңнан табыла білер адам да керек-ау. Ота 5 сағатқа созылды. Өте ауыр өтіпті. Әйтеуір кеудеңдегі шыбын жаның шықпаған соң, адам бәріне төзеді де. Ауруханадан үйге шыққан Нұржан ақырындап оңала бастады. Бұрынғы ақ көңіл, әңгімешіл Нұржан емес, тұйықталып кеткен. Ауыр күрсініп қояды. Мұның бәрін бақылап жүрген келіншегі күйеуін ашық әңгімеге шақырған. Нұржан, түсінем. 12 мүшең түгел болғанға не жетсін. Бірақ кеудеңде жаның барда тірісің. Соған да шүкір де. Соғыстан қол-аяғы жоқ боп оралған Мұқан деген атамыз болушы еді. 4 аяқты жайпақ арбамен балалары сүйретіп жүретін. Сол атамыз жиын тойдан қалмайтын. Құдайға тәуба, осыған да шүкір деп отыратын. Басқа түскен сынаққа мортсың ба? Сенің 2 аяғың бар, 1 қолың бар. Шүкір де, аман қалғаныңа шүкір де деп айтқан еді. Дегенмен саналы жігіт қой Нұржан. Басын көтеріп, еңсесін түзегендей болған. Содан бері 10 жыл өтіпті. Қазір бұл отбасының 1 ұл, 1 қызы бар. Ұлы Мәди студент, болашақ дәрігер. Қызы Раушан бұйыртса биыл мектеп бітіреді. Ал Нұржан қазір жылда шипажайға барып ем алып тұратын көрінеді. Биыл Бурабайға жолдама алыпты. Жеңіскүл бүгінде киім-кешек сатады. Осы көшеден азық-түлік дүкенінде ашып қойған. Осылай шай үстінде алғашқы күні Жеңіскүл апай біраз сырдан хабар берген. Ең бастысы бұл отбасындағы татулық әркімге үлгі болғандай. Өзіне осындай кісі жоғылығып, жұмысқа алғанына жолымның болғаны деп ойлады Тасқын. Жұмысына да төселіп, аз-маз ақшада жинап қойды. Өткенде туысқан Сәрсен ағасының ұлы мен қызына ұялы телефонды сыйға тартты. Сонда екеуінің қуанғаны көріп, қатты толқыды Тасқын. Жеңіскүл апай, сенен пәтер ақша да алмаймын. Біз не ішсек соны ішесің. Тапқан тиын тебеніңді жинап, киім ал. Ертең оқуға түскенде де керек болар деген. Сені өзімнің бауырымдай көріп кеттім деп ағынан жарылған. Бірде базар соңында бұларға үсті басы кір, сақалды мұрты өсіп кеткен. Бір аяғы жоқ, бір адам келіп, Жеңіскүлден ақша сұраған. Әлгі адам Жеңіскүлге: Нұржанға сәлем айт. Мен сонда иттік жасап, тоқты қосып жібергенмін әдейі. Қызғаныш қой сол. Нұржанның қолын кестім. Мен итпін. Енді сол күнәмнің зардабын кешіп жүрмін. Отбасы менен теріс айналды. Ашу суды сіміріп, талай аязды күні далада аяғым түсіп қалғанша ұйықтап қалыппын деп кемсеңдеп жылап жіберген. Ал Жеңіскүл апай болса, Мәлік, ол өтті де кетті. Арағыңды таста, отбасыңа орал, ер азаматсың ғой деп басу айтқан. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе деп отырушы еді бұрын әжем. Я, адамға тек жақсылық жасауға асығайық.